Құрметті ағайын, біз бүгін Жамбыл облысы Тараз қаласында тұрмыз. Біріншіден енді Қазақстанда осы Жамбыл облысында өте қайғылы жағдай орын алды. 13 адам қаза болған екен кешегі жарылыстың салдарынан. Біз сол азаматтардың отбасыларына шын жүректен қайғырып, көңілімізді айтамыз. Иманды болсын, имандары саламат болсын. Бейбіт күнде осындай тепсе темір үзетін азаматтарымыздың құтқарушылар бар, әскерилер бар. Әскери прокуратурада істейтін жап-жас кәдімгі жігіттер, 40-та қамал алатын азаматтар осындай жағдайға тап болып отыр, қазаға ұшырап отыр. Бұл енді өте қабырғамызды қайыстыратын жағдай екені сөзсіз. Жалпы мынау қарап отырсаңыз, міне 3-ші күн болып отыр осы қайғылы оқиға орын алғанына, апатты жағдай орын алғанына. Осы Таразға не Қазақстанның премьер-министрі келген жоқ, не президенті келген жоқ, не қауіпсіздік кеңесінің төрағасы Назарбаев та жоқ. Бірінші кезекте олар осы Таразда болу керек еді. Оны азаматтардың отбасыларына барып көңілін айту керек еді. Ана әскери мекемеде болған жағдайды өз көздерімен көру керек еді. Мемлекеттің басшылығы осындай кезде халықтың ортасында табылмаса, және апатты жағдай орын алған кезде елдің ішінде табылмаса, онда олар қандай елдің басшысы болып саналады. Сондықтан енді екі жылда, міне 2 жыл бұрын Арыс қаласында үлкен осындай апатты жағдай орын алған болатын. Міне 2 жылдан кейін тура сол қайталанып отыр. Ешқандай билік сабақ алып отырған жоқ. Ештеңе үйреніп отырған жоқ сол Арыстың қасіретінен. Таразда міне осындай жағдай болып отыр. Ал ертең қай жерде қандай жарылыс болады, Құдай сақтасын. Сонда мына біздің қорғаныс саласы мемлекетті қорғауы тиіс, тәуелсіздікті қорғауы тиіс, елдікті қорғауы тиіс. Әскерилеріміз бейбіт күнде міне осындай жарылыс жасап отыр деп айтуға болады. Сондықтан мен ойлаймын, бұл елде әбден батпандап кірген жемқорлықтың салдарынан болып жатқан жағдай. Бұл саланы өзгерту үшін, бұл жағдайды өзгерту үшін бірінші кезекте Қазақстанға саяси, экономикалық реформа керек екені сөзсіз. Түбегейлі өзгерістер болмай, мына жемқорлықты жоймай, елдегі жағдайды түзетпей, ешқандай елде өзгеріс болмайды. Осындай апатты жағдайларда міне Назарбаевтың билігі ешқандай сабақ алып отырған жоқ. Ал енді айтады, Қазақстанда біз атом электр станциясын саламыз дейді. Ал атом электр станциясында осындай апатты жағдай орын алмасына қандай кепілдік бар? Ол атом электр станциясы деген ойыншық емес Қазақстанға. Ана Жапонияда қандай жағдай болды? Технологиясы өте дамыған мемлекеттің өзінде. Ал бізде әскери қоймада тұрған оқ-дәрімізді, қару-жарағымызды сақтай алмай отырған елде атом электр станциясын салу, ол елдікті, тәуелсіздікті, жалпы мемлекеттілігімізді үлкен апатты жағдайға апарып тіреу деген сөз. Сондықтан біз ойлаймыз, бұл мәселеге бірінші кезекте қорғаныс министрлігі, жауапты қорғаныс министрі, ол тек қана отставкаға кетпеу керек, қылмыстық іс қозғалу керек, тексеріс жүргізілу керек міндетті түрде. Және бізге үлкен осы әскери салаға да, барлық салаға реформа керек, өзгерістер керек. Мына қорғаныс министрлігін кім басқармады Қазақстанда? Даниал Ахметов басқарды. Ешқандай үш иықтаса түсіне кірмейді оған әскери сала деген. Әділбек Жақсыбеков басқарды. Сол сияқты адамдар басқарғаннан кейін бұл қорғаныс саласынан не абырой қалады? Түк те қалған жоқ, көріп тұрсыздар, қирап жатыр. Ана коронавирустың салдарынан көрдік. Медицина саласы өте қиын жағдайда тұр, мүшкіл жағдайда тұр. Білім саласы өте қиын жағдайда тұр. Әскери саламыз міне қаңырап жатыр, жарылып жатыр деп айтуға болады. Сондықтан, құрметті ағайын, бізге енді осындай апатты жағдайлар қайталанбасын десек, елдігімізді сақтаймыз десек, тәуелсіздігімізді сақтаймыз десек, күресу керек. Ана бүгінгі Назарбаевтың жүйесіне қарсы күреспей, оларға қарсы наразылығымызды білдірмей, митингілерге шықпай бейбіт түрде, ешқандай Қазақстанда өзгеріс болмайды. Өзгеріс тек қана өзіміздің қолымызда. Соны айқын түсінетін жағдай келді деп ойлаймын. Ал құрметті қазақ елі, енді орын толмас сондай үлкен қайғы қасіретке душар болып отырмыз. Бұл тек қана Тараз халқының осы жерде тұрған, осы әскери базадағы болған, жоқ қасындағы ауылдарда шыққан адам өліміне қатысты, тағы да үлкен орасан зор шығындарға, бұл тек қана осы жердің ғана халқының қайғысы емес. Біз бәріміз ортақпыз осы қайғыға. Туысқандарын, жақындарын жоғалтқандарға қайғырып көңіл айтамыз. Бұның бәрі ненің салдары? Бізге енді Арыста болған жарылыстан да көп өте қойған жоқ. Мысалға ше, сабақ деп қашан сабақ ала беруге болады, сабақ алып қоятындай уақыт келді. Одан кейін біздегі келгеннен кейін енді
ел жіберді, ана жақтағы ел шулап жатыр, әртүрлі ақпарат келіп жатыр, қайсысы шын, қайсысы өтірік. Соны енді өз көзімізді көріп, қандай да болсын жағдайды нақты білейік деп келсек, сол жарыс болған жақта жан-жаққа пост қойып тастапты. Милициясы бар, әскері бар, не ары қаратай өткізбейді, не ақпарат бермейді. Одан енді іздеп ары бардық, бері бардық. Содан әйтеуір сол постқа барсақ, олар айтады, бұл жердің ауылдардың адамдарын бәрін көшіріп жіберген, мысалға 5-ші мектепке алып кеткен дейді. 5-ші мектепке бардық енді, не қандай қызалаты бар елдің, қайғы мұңын тыңдайық. Олар жалғыз емес екенін білдірейік, біз алыстан келдік. Біздің бәріміздің қайғы ортақ екенімізді білдіруге, қандай көмек керек, нақты соны білуге келгенбіз ғой. Кесек ол мектепте неге жаңа колледждің аты қандай еді? Политех колледжге алып кеткен. Соның несіне дейді, жатақханасына. Ол жерге келсек, ол жерде бүгін тағы бір жаққа алып кетті дейді. Сонымен аяғы табылмады. Сол зардап шеккен адамдардың нақты өздерінен ауыздарынан естіп, мысалға ана жылы Мақтааралда су басқанда бардық қой мысалға. Сол аудан болып, ауданның халқы болып жиналып, әлем ақша жинап, неше миллион апарып тараттық мысалғашы. Сондай салат болып, көмек керек па? Енді өкіметтен көріп тұрсыз қандай көмек. Арсын жағдай анау әлі біткен жоқ. Үйлер қирағандар әлі сол үй алып болған жоқ. Қаражат береміз деп, қаражатын да толық аламай жатыр мысалғашы. Вот енді не дейміз енді, халқым. Енді бұл биліктің саясатын көріп тұрсыздар. Жаңа Жанболат айтып кетті ғой, мен саясатқа көп не қылмай-ақ қойдым, қайта бергеннен май шықпайды халқым. Енді ұйықтап жату болды, енді оянатын уақыт келді. Ешкім сендерге көшеге қару алып шығып, біреуді қыр деп жатқан жоқ қой, наразылықты шығарып, бетпе-бет айтатын уақыт келді, енді оянатын уақыт келді халқым. Енді тағы да бір жарыс болсын деп. Ана атом электростанциясын айтады, салайық дейді. Кезінде деген қазақ халқы деген сол атомның зардабын неше жыл көрді ғой мысалғашы. Міне әлі Семей өңірі дейді, Семейден де бөлек жерде атом қаншама жарылған. Бізге ондайды керегі жоқ. Атом бомбасының жоғына қуанып жатырмын ойбай-ау. Ол жарылып кетсе не болар еді? Мына жақта тұрған қару-жараққа ие бола алмай отырғанда. Сол айтарым. Ассалаумағалейкум, құрметті қалайық. 2 жыл бұрын Арыста болған апат, үлкен апат. Әскери бөлімнің жарылғанын Назарбаев, Тоқаев үлкен сабақ алу керек еді. Бірақ олар сабақ алмапты. Бүгін Тараз қаласының қасындағы ауылда болған әскери бөлімде бір әскери бөлім жарылып жоқ болып кетіп отыр. Бұл мысал үшін табиғи апат емес, табиғи апат айтпай келеді. Бұл бірнеше адамның жауапкершілігінің салғырттығынан болған жарылыс бұл. Енді осы салғырттан болған жарылыстан ондаған біздің жап-жас сарбаздарымыз көз жұмып өмірден өтіп кетіп жатыр. Енді биліктегі адамдар мысал үшін өздерінің үйіндегі отбасын жоғалтпаған соң, өздерінің терімен, өздерінің басынан өткізбеген соң, сарбаздарымыздың, қарапайым халықтың өлгеніне бұлар ешқандай бас ауыртпайды. Бұлар оны сезіп атқанда жоқ. Егерде олардың осы бұл қаза болып атқан сарбаздарымыздың, құтқарушыларымыздың республикамыз бойынша барлық қазақ халқына, барлық елімізге бұл ортақ қайғы. Біз мысал үшін Алматыдан келіп жатыр. Біз расында біздің жанымызға батады мысал үшін. Біреудің асыраушысы болса, жас жігіттер, біреудің жалғыз ұлы, біреудің әкесі. Сондықтан билікке айтқым келеді, билікке бұл сын. Назарбаев, Тоқаевтың билігі, Назарбаевтың билігі, сендер қашанға дейін осылай салғырттықпен елге қарайсыңдар. Болды, елді аралаңдар, әскери бөлімдердің бәрін аралаңдар. Қараңдар, Қазақстан Республикамыз бойынша үлкен қару қоймамыз атар, арыз. Енді осылай жарылыс бола беру керек па? Тоқтату керек бұл мәселені. Халық айтқым келеді. Халық ояныңдар. Әрбір болып атқан біздің елімізде отқан қайғыға бұл бәрімізге ортақ. Бұны біз биліктен талап етіп сұрау керекпіз. Не үшін болай болып жатыр? Не үшін сендер елді арламайсыңдар? Не үшін сендерге халыққа қолдарын созып көмек көрсетпейсіңдер деп? Сондықтан қалайық, оянайық, белсенділік танытайық. Бұл біздің еліміз. Біз қазақ халқы көбеюдің орнына бүгінгі мысал үшін жас жігіттерімізді жоғалтып жатыр. Сарбаздарымыз, елімізді іргесін қорғайтын жас жігіттерімізді жоғалтып жатыр. Әрбір азаматымыз жоғалтқан, ол біздің қасіретіміз. Дұрыс. Сондықтан ағайын, ояныңдыршы, салғыртпен қарамаңдыршы. Биліктен талап ету керекпіз, сұрау керекпіз. Барлықтарыңызға рахмет. Айта беретін менің ренжісім көп, бірақ
мына жерде жігіттер де сөйлесін. Ардақты ағайын, мынау Таразда болған жарылыс, осының зардабы, қайтыс болған азаматтар барлығымыздың қабырғамызды қайыстырды. Сол үшін Алматыдан арнайы осында келдік. Өз көзімізбен көрмек болдық, бірақ барлық жер жабық, барлығын билік жасырын ұстап отыр. Және шын мәнінде қанша адамның қайтыс болғаны белгісіз. Ресми мәлімет бойынша 13, бірақ шын мәнінде одан әлде көп болуы мүмкін, өйткені Жаңаөзендегі адамдардың саны да белгілі болған жоқ. Арыстағы жарылыстағы адамдардың саны нақты белгіленген жоқ. Билік үнемі өтірік цифрды айтатыны белгілі. Енді бұдан біз не көреміз? Назарбаев билігінің іріп шірігенін көреміз, және бұндай жағдайлардың бізде қайталана беретінін көреміз. Кешегі Қордайдағыдай әлеуметтік шиеленіскен, әлеуметтік қақтығыс әлі де болатынын көреміз. Және Арыста осыдан 2 жыл бұрын Тоқаев президент болған кезде Арыста жарылыс болды. Енді 2 жыл араға салып тағы қайталанды. Естеріңізде болса, Астана қаласында 5 бірдей сәби отқа оранған болатын 2019 жылы. Араға 2 жыл салып, биыл Жамбыл облысы, дәл осы Жамбыл облысында, Бердібек Сапарбаев басқарып тұрған Жамбыл облысында, Жаңатас қаласында тағы да 5 бірдей сәби өлді. Бұның барлығына Назарбаевтың билігі кінәлі. Сол себепті баршаңызды алаңға шақырамыз, белсенді болуға шақырамыз. Құл болмайық. Құлдың жалпы сипаттамасы бар. Құл дегеніміз кім? Құл деген ол өзін басқа біреу келіп қашан босатып алмайынша соны күтіп отыра беретін адам. Яғни ол құлдың сипаттамасы. Ал енді бізді басқа біреу келіп ешқашан босатып алмайды. Ол барлығы өзімізге байланысты. Біздің айналамыздағы бүкіл елдердегі, кеше кеңес үкіметінің құрамынан шыққан елдердегі өзгерістер, ол сол халықтың өзінің белсенділігіне байланысты болды. Соған байланысты өзгерістер болды. Сол себепті ардақты ағайын, баршаңызды Назарбаев билігіне қарсы күресуге шақырамын. Өйткені 80-ге келген Назарбаев болсын, 70-ке келген Тоқаев болсын, 70-ке таяп қалған Бердібек Сапарбаев болсын, бұлардың барлықтары қазақстандық халықтың маңдайын көгертпейді, ешқашан жағдай жасамайды. Сол себепті біз демократиялық партияның қатарына шақырамыз. Және осы демократиялық Қазақстан YouTube арнамызға жазылыңыздар. Және осы Facebook'тағы Жанболат Мамай онлайн парақшасына жазылыңыздар. Қорықпаңыздар, күресу керек. Мына билік Қазақстан халқын қырып бітеді. Өйткені бұл биліктен ешқандай үміт күтуге болмайды. Шіріген билік, шалдар басқарған билік, әділ билік келмей, әділ сайлау болмай, Қазақстанда ешқандай жақсылық күтіп тұрған жоқ. Барлығы өзімізге байланысты. Еш қорықпаңыздар. Барлықтарыңызды күреске шақырамыз. Рахмет. Дұрыс, енді бүгін арнайы осы Жамбыл өңіріне келіп тұрмыз, келдік. Тағы да қаза болған азаматтардың отбасыларына көңіл айтамыз, қайғырып тұрып. Иманды болсын, бұндай қасірет қайталанбас үшін тек қана әрекет жасауымыз керек болашақта. Тек қана іс-қимылға көшуіміз керек. Рахмет ағайын. Рахмет.